Так, бізде, в общем, газель, бензинмен қызбайды. Так, в общем, аварийный газбен қызып, уже аварийный газдың компьютері ошибка жинап қалған. Так, енді біз бензинмен қыздыратын боламыз қазір. Бізде так бензин насосының өзі жұмыс жасамайтындығын мына жерде тұрған 3 реле бар. Так, мына сары провод орналасқан, бұл бізде гидромуфта, электрический вентилятор. Так, сосын мында орналасқан мына ақ түстегі реле, бұл бізде бензин насос. Сосын мына жуан қызыл түстегі провод, бұл бізде реле двигателя. Так, в общем, біз енді бензин насосының исправен екендігін мына 30-шы контактымен мына 87-ші контакты екеуіне біз перемичка беретін боламыз да. Вот перемичка берген кезде сізде бензин насос жасамаса, уже либо бензин насосға бара жатқан проводтың магистральның бойында, әлде болмаса мәселенің бәрі бензин насосының өзінде. Так, қазір біз бұл жерде бакты шешіп көретін боламыз, содан кейін әрі қарай видеоның жалғасы болады, не мәселе болғандығы. Так, газельдің бағын шешу үшін астына кіріп кетесіз. Бірінші мына 17, сосын мына екінші 17. Осы екеуінде соңына дейін әкеліп қоямыз. Мынаны да соңына дейін әкеліп қоямыз. Так, біреуін шешіп тастаймыз, екіншісін соңына дейін қоямыз. Бак сол кезде сізде егер мынандай сынып қалған 17-лер болса, әлде болмаса жартысы кесілген, өте ыңғайлы. Кез келген кезде бакты түсіргеннен кейін бензин насосы ағытып болтайын босатпастан бұрын темір щеткамен жан-жағын тазалап, сосын бір дұрыстап тазалап алыңыз. Айтпегенде осы қоқымның бәрі бензин насосының ішіне түседі. Сіздің новый салған бензин насосының да пайдасы тимей қалуы мүмкін кейбір жағдайда. Так, қазір, в общем, бензинмен қызып тұр. Пока әлі холодный, оборот кішкене жоғары. Так, в общем, бензин насос ауыстырып тастап,